Benim kayısı ekin. Men koy kilseler. Ocak acı ekim. Жақсы ойымыз болар, әдемі. Сондан жақсырайын деп тұрған. Бізден бұрын ауылдарға бардыңыздар ма осы бір? Аралап келеміз, жол бойы аралап келеміз. Ол ауылдың жағдайлары қалай екен? Жақсы, жаман емес, жақсы. Енді қазір мынау көктем кезі, көктің бәрі шығып, тіршіліктің бәрі оянып келе жатқан кез ғой енді. Тамақтан алып отырыңыздар. Алдарыңыздар тамақтан алып қойыңыз жеп отырыңыздар. Әңгімелеріңізді айта беріңіздер. Еліңіз аман, жұртымыз тыныш деп. Бізді біздің жақтағылар міне көршілеріміз отағалары түгел жұмыста. Біреу мал бағып жатыр, біреу егін егіп жатыр. Сондай ауылдың жұмыстарымен барлығы жұмыс істеп жатыр. Келген екенсіздер, біздің үйден дәм татып отырсыздар. Енді уақыттарыңыз болса бүгін қонып, үлкен астан дәм ауыстырып кетіңіздер. Қыздар келіңдер, қазан көтеріңдер. Жақсы. Біз рұқсат болса жолға шығайық. Сіздерді үлкен ауыл болғаннан кейін кіріп, айшылап кіріп шықтық. Нан ауыз тидік, дәм ауыз тидік. Рұқсат берсе біз жол жүрейік. Рахмет. Алланың нұры жаусын өздеріне. Рахмет. Жолдарыңыз болсын, барған жерлеріңізге сәлем айтып, айт қабыл болсын деп бізден сәлем демемізді жіберіңіздер, айтыңыздар, жеткізіңіздер. Келесі айтты аман есен көруге жазсын. Әмин. Ағасы, жаңа қайрақты не іздеп, не үшін сұрадыңыз? Ой бәйбіше, оның мәні мынада ғой. Қайрақты сұрағаным, жаңағы айтылып келген қонақтар біз шаншып кетті. Ол бізде ұл бар, сізде қыз бар деген сөзі. Ал енді мен қайрақты сұрағаным, егер құдалар қайрақты алып кететін болса, онда біздің келісіміміз бар деген сөз. Сондықтан осыны екеуміз нақтылап шешіп алуымыз керек бәйбіше. Сіз егер қызыңызды беретін болсақ, соған келісесіз бе? Егер келісетін болсаңыз, онда біз қайрақты сұрамаймыз. Ал келіспейтін болсаңыз, қайрақты қайтадан алғызып алуға менің хақым бар. Осындай мағынада айтылған сөз ғой. Онда отағасы қайрақты сұрамай, енді келісім берейік, немереміз бақытты болсын. Дұрыс, келісімдеріңді беріңдер. Балалардың бағын байламаңдар. Ағайын туғаның басын қосып, енді науқанға дайындалың. Дұрыс айтады міне. Әмин, дайындалайық енді. Тойдың қамын ойлайық бәйбіше.